ең бірінші адамдар тарапынан көп қойылатын сұраққа тоқталайықшы. Шашты қалай тез өсіруге болады? Маған осы сұрақты көп қояды. Мен енді шын айту керек, осы сұраққа келгенде мен кішкене кібіртіктеймін. Себебі өзім шашым өсіргеніне енді 20 жыл уақыт болды ғой. Менің шашымның қазіргі жеткен нәтижесі, былайша айтқанда, 20 жылдың еңбегі. Сондықтан адамдар қалай тез өсіруге болады дейді, бір шыдамдар жетпей жата ма, әлде сондай бір шынымен де оны тез өсіруге бола ма? Бірақ енді тез өскенде де қандай, мысалы, мөлшерде өссе оны тез өсуге болады деп айтады. Жалпы сол туралы тоқтала кетсек, ең бірінші мәселе, сонымен қатар мына қандай адамдардың шашы өседі, және қандай адамдардың шашы шынымен де кішкене өсуі қиындау болады, әңгімені осыдан бастасақ. Өте жақсы сұрақ. Қазіргі мысалы шашты қанша өсіруге тырыссақ та оның нормативі болады нормада. Яғни бір айда шаш 1 сантиметрден 1,5 сантиметрге дейін ғана өсе алады. Бұл яғни нормасы. Одан артық не істесек те, қандай витамин ішсек те, қандай шампунь қолдансақ та, одан артық өспейді. Демек, бір жылда адамның шашы 18 сантиметр өседі. 18 сантиметр ғана өсіреді, бұл яғни максимум. Ал кейбір адамдарда болады, шашы өте өспейтін, өте баяу өсетін, тіпті 1 сантиметр, 1,5 сантиметр айына өспейтін адамдар. Ол қандай адамдар? Ол организмде витамин В және витамин Е группасы өте аз адамдар болады. Яғни В группасы көбінесе дәндерде, еттерде болады. Соларды көп тұтынбайтын қазіргі қыздар болады, ет жемейтін. Соларда шаштар өте баяу өсетін болып келеді. Және де Е витамині бұл шаштың майлығына, жылтырауына әсер етеді, және де шаштың тез өсуіне әсер етеді. Осы екі витамині аз адамдарда шаш өте аз өседі. Бұларды білу үшін алдын ала осы В және Е витамині өз бетімен шеберуге болмайды. Міндетті түрде оған анализ тапсыру керек. Егер де олар болған мөлшерде ғана белгілі дозасында дәрігердің қабылдауы арнайы дозада ішу керек витаминдерді. Демек, ютубта болады ғой, бір аптада 5-6 сантиметр өсті, бір айда 10 қанша сантиметр, оның бәрі өтірік жарнама ғой, иә? Әрине, әрине. Бұл нормадан аса алмайды 1,5 сантиметрден. Сақтан, не болсан да, дәріштікте. Жақсы. Енді осы шашты қалай біз тез өсіруімізге болады? Демек, жаңағы өзің айтып отырған витаминдерді толықтауымыз керек па сонда? Иә, витаминдерді толықтау керек. Бірінші витаминдерге анализ тапсыру керек. Олар егер де аз болған жағдайда міндетті түрде витамин дефицитін толықтыру үшін тезірек бірінші витаминнің өзін ішу керек. Одан кейін ішіп болғаннан кейін 3 ай бақылау керек. Яғни 3 ай сол витаминді ішіп болғаннан кейін анализ қайтадан тапсырып, егер де норма болатын болса, сол витаминдер ары қарай сол витамині бар тамақтарды қолдану керек. Мысалы, Б группасына келетін болса, көбінесе ол осы кунжут дәрілерінде көп болады, сосын семена чия деген болады, сода көп болады, амаранта көп болады. Солардың барлығын қолдануға болады. Егер де тағы да 3 айдан кейін анализ тапсырып қарап, сол витаминдер аз болатын болса, жалғастыру керек, тағы 3 ай ішу керек. Одан кейін барып, ары қарай қарау керек та. Жақсы. Осы жерде мен өзіңнің кеңесіңнен ішкен мына витамин туралы айта кетейінші. Осыны мен аптекадан 11.000 теңгеге алдым. Бір ай бойы іштім. Бірақ енді бұл жақта енді жазылған теріге арналған, тырнаққа арналған, шашқа арналған деп жазылған да. Енді бұл жерде мына жақта мен ішінде мына жаңағы тырнағымның мына жерлеріндегі менікі мынау нелері, терілері былай сыпырылып дейді ғой, сондай болатын. Шынымен мына жаққа қарасам ондай нәрсе жоқ, бірақ енді шеттерінде кішкене бар. Енді осыған әсер еткенін мен бірден көрсем болады. Ал енді шын айту керек, мен шашыма қаншалықты дәрежеде әсер етті, оны енді онша да байқай бермеймін. Енді бір жағынан шашыма енді өте қатты да көп проблема жоқ қой. Соны да айтуға болады. Соны жаңа айтқандай, демек, мысалы, қандай жерде анализ тапсыру керек? Инвива сондай жерлерді тапсыру керек болды ғой, иә? Солай ішу керек. Сосын тағы бір менде сұрағым бар. Витамин бірдеңке деп жатырмыз. Мен енді өзім ішем, қазақы өскен қызбын ғой, мен жұмыртқа жеймін, етпе май жегенді жақсы көрем, айран ішем, сүт ішем дегендей. Менің түсінігімде көп витаминдер осының құрамында болады. Мен сол нәрселерді суды мысалға
мен енді өзімнің құрбы құрдастарыммен салыстырғанда көп ішемін, салыстырмалы түрде. Және осы тамақтарды көп жеймін. Және фастфуд, мен мысалы кола дегенді мүлдем ішпеймін. Фастфудтан да бір анда-санда бір құрбы құрдастарыммен бір кездесіп қалғанда болмаса, оны да көп жемеймін. Осы тамақтану да біздің шашымыздың өсуіне әсер етеді ғой. Мен осыны адамдарға айтып жеткізгім келеді, бірақ көп осыны онша түсіне бермейді. Мысалы, тамақтану өте маңызды, өйткені шаштың қалай өсуі, қалай өсуіне және де оның қайғылық болмауына 70% осы тамақтану әсер етеді. 30% яғни біздің сыртқы күтім. Қандай шампуньды қолданамыз, үтіктерді қолданамыз ба, киімдерді қолданамыз байланысты. Мысалы, тамақтануға келсек, егерде қазіргі кезде көп әйелдердің өзі шаштары көп түсіңкі болады, өйткені оларда темір жеткілікті анемияның әсерінен. Қазіргі мысалы фастфудтарды қолданған кезде олардың барлығының құрамында қанттар өте көп болады. Және де осы выпечкаларды жеген кезде, газировкалардың ішінде қанттар өте көп болады. Сол қант неге қалай әсер етеді десеңіз, мысалы көп мөлшерде организмде адамдар осы қантты пайдаланған кезде әрбір қантты ыдыратып қорыту үшін организмдегі витаминдердің бөлігі арқылы қорытылады. Витаминдерден энергия алынып, содан кейін ол барып глюкозаға ыдырайды. Яғни әрбір қантты тағам жеген сайын сіздің витамин қорыңыз азайып отырады. Сол қантты қорыту үшін. Сондықтан қазіргі заманда көп адамдарда витамин жеткіліксіздік өте көп болады. Мысалы, фастфуд аз жейтін адамдарда витамин мысалы жеткілікті болады. Мысалы, саумалды көп ішкен адамдар, сүт жеген адамдарда витамин қоры өте жақсы болады, өте көп болады. Жақсы. Мән беру керек, өйткені ол 70% байланысты шаштың қалай өсуіне, қалай ары қарай салмағына, барлығына тікелей байланысты.